Babalarımızға рахмет, Алла разы болсын ол кісілерге. Біздерге сан алуан түрлі діндердің ішінен Аллаға сансыз шүкір, оларға рахмет ислам дінін таңдағандары үшін. Рахмет ислам дінінің ішіндегі төрт мазхабтың ішіндегі ең аъламы болған имам Аълам Абу Ханифаның жолын таңдағандары үшін. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Және мен еремін өзімнің ата бабаларымның жолы болған Ибрахим, Исхақ, Жақыптың жолына дейді. Мен сенбейтін, ақыретке күпірлік ететін адамдардың жолын тастап, өзімнің ата бабаларымның жолына түстім деп жатыр. Мен солардың жолына еремін деп жатыр. Кейде қоғамда бұл сөзге аллергиясы бар жігіттерді байқаймыз. Ата бабалардан келатқан осындай десе, ол исламда бар нәрсе болса да, ата баба деген сөзді естісе, ол ар жағын қарамайды. Исламда бар нәрсе ме, жоқ нәрсе ме? Өте үлкен қателік, өте сақ болуымыз керек. Исламда бар нәрсе болса, ол мақтаныш ол. Себебі Юсуф алейхиссалам мақтанып тұрып, «Уаттабаъту миллата абаи» дейді. Ата бабаларымның жолы болған Ибрахим, Исхақ, Жақыптың жолындамын, мен солардың артында еремін деп тұрып, ата бабаларын баяндауда. Сол себептен ғұламалар айтады, егер ата бабалары мұсылман болған бір мұсылман адам, қандай да бір исламда рұқсат етілетін бір іспенен ата бабаларының жолынан келатқан осыны бір өмірлік бір дәстүр сияқты қылып қалыптастырып кеткеніне рахмет айтатын болса, тағысын келіп мақтанатын болса, оған рұқсат етіледі дейді. Мысалы, ата бабаларымызға рахмет, Алла разы болсын ол кісілерге. Біздерге сан алуан түрлі діндердің ішінен Аллаға сансыз шүкір, оларға рахмет ислам дінін таңдағандары үшін. Біздерге аманат етіп ислам дінін қалдырғаны үшін. Ата бабаларымызға рахмет ислам дінінің ішіндегі төрт мазхабтың ішіндегі ең аъламы болған имам Аълам Абу Ханифаның жолын таңдағандары үшін. Аллергия кейде қараңыз, аълам десе, азим десе, астағфирулла, ол Алланың аты, Аллаға ғана айтылады деген мағынада қолданып, дереу тек аллергиясы қозады. А негізі ол сәл бір білімсіздікті аралас. Қай жағынан? Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рим империялығына хат жазған кезде не дейді хатында? Ұлы империялық патшалығына деп тұрып, адимур Рум, адимур Фурус, Парсы ұлы деген, адим деген сөзді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі тіпті кәпірлердің өзіне қолданғанына хадис деректерінде келеді. Бірақ біз не істеп қаламыз? Тырысып қаламыз, шегеміз тырысып қалады. Ана сөзді деген бір ғалымға бір неге лайықты көрмей қаламыз да. Недіктен? Ол сөздің төркінін ұқпағандықтан да. Бұл жерде де Юсуф алейхиссалам не деп жатыр? «Уаттабаъту миллата абаи» дейді. Ата бабаларымның жолы дейді. Мақтанып тұрып, Алхамдулилла, ата бабаларымыздың Аллаға сансыз шүкір, біздерге мұсылмандылықта алып келген ата бабаларымызға рахмет деп тұрып, біз мақтануымызға болады екен. Ма кана лана ан нушрика биллахи мин шей. Біздерге ешқашан мүлде болған емес. Алладан басқаға бір бас иіп, Аллаға басқа бір нәрсені серік етіп жүруімізге мүлде ондай көрініс орын алған емес дейді. Енді бұл
бұл дәрежеге қалай жетіп атқандығын баяндайды. Мақтаныштың ішінде өзіңді артықшылық санау емес екен. Мақтаныштың ішінде күпірлікке түспей, альхамдулилля деп Алланы ұлықтау болса, ол мақтаныш сүйкімді екен. Қалай? Дәл осы Юсуф алейхиссалам үйретіп атқандай, қараңыз. Аллах Тағала өзі Юсуф алейхиссаламның сөзін біздерге жеткізуде. Залика мин фазлилlah. Бұл артықшылық, бұл кеңшілік, ата бабаларымыздың жолы, мынау Ибрахим алейхиссаламның, Исхақтың, Яқубтың әулетінен болып менің дүниеге келуім, солардың жолын ұстануым, залика мин фазлилlah. Бұл Алланың кеңшілігі ғой дейді, маған берген дейді. Қандай керемет дүниелер, Қандай керемет дүниелер. Кейде бұл Алланың кеңшілігіне біз қуандық па? Осындай кеңшілік заманда дінінен адасып кетіп, Алла сақтасын, ұрпағына дінін жеткізе алмай отқан әлсіз біздерден көре қылышынан қан тамып тұрса да 70 жыл Құдай жоқ деген Совет үкіметі келсе де, одан алдын тағы қандай зорлық зомбылықтарды көрсе де, ата бабаларымыз діннен қайтпай, осы дінді осы күйінде сіз бен бізге дейін жеткізгендігіне біз қуануымызға бола ма, болмай ма? Әлбетте болады. Әлбетте рахым Аллах Тағаланың бұл кеңшілігін нығмет ретінде «Ва амма би ни'мати раббика фахаддис». Аллах Тағаланың берген нығметтерін хадис қылып баянда. Аллах Тағалаға рахмет, Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Біздерге осындай нығметтерді беріп отыр. Міне сан ғасырлардан бері біздер Құдайға шүкір осы ислам дінімен келе жатырмыз. Ал өкінішке орай қазіргі таңда соғыс жоқ, басқа жоқ. Әртүрлі ұрпақтардың қазір шығып исламға қарсы шабуыл жасап атқандары. Бұл өкінішті ме? Өкінішті. Неліктен? Себебі тарихын білмегендіктен. Ата бабаларының қандай еңбекпен бұл дінді ұстап, осы дінді ұстаумен, бірлікте болуменен, бір мазхабта, бір ділде, бір тілде, бір түсінікте, осы кең байтақ жерді бұдан әрі тұнау басқа мемлекеттерге өтіп кеткен жерлерді де барлығын игеріп, басқарып жүрген ата бабаларымыз. Бұл кеңшілік Алладан еді. Аллаға рахметтер болсын, Аллаға сансыз шүкірлер болсын деп баяндауымыз бұл шүкірлік екен, құрметті жамағат. Залика мин фадлиллахи алейна ва алан нас. Көрдіңіз бе? Бұл бізге берілген және адамдарға берілген кеңшілік қой дейді. Валакинна аксаран наси ла яшкурун. Алайда көпшілік адамдар бұған шүкір етпейді дейді. Көпшілік адамдар шүкір етпейді екен. Біздер шүкір етпегендіктен сол ілімі болмаса да әдебіменен ұстап келген жаман болады деген сөзбенен, үйет болады деген сөзбен ғана исламды тірі ұстап келген ата бабаларымыз сияқты бірталай нәрсе білсек те, солардың аз ғана білген ұстағандай ұстай алмай отқандығымыз бұл хасрет міне.